Егер де банк, микрокредиттік қаржы ұйымы, нотариус немесе жеке сот орындаушы сіздің құқықтарыңызды бұзып жатқан болса, мұндай жағдайда тек қана проблеманы сот арқылы шешуге болады. Көп адам ойлайды екен, егерде мен просрочкада болсам, демек банкты сотқа бере алмаймын деп. Жоқ, бұл қате түсінік. Өйткені сіздің құқықтарыңыз бұзылып жатқан кезде бұл проблеманы тек қана сотта ғана дәлелдеп шешуге болады. Яғни сіздің проблемаңызды шешу мақсатында соңғы нүктені қоятын судья. Оны өзінің соттың шешімінде ол анық қанығын көрсетеді. Сондықтан да сіздерге айтарым, ең бастысы әділдік бар екеніне сену. Екіншіден, өздеріңіздің құқықтарыңызды заңды түрде сотта қорғай алу.